Кеңес үкіметі келуімен бірге қазақтың басына ауыр күндер келді. Революция, ішкі тайталас, ашаршылық, соғыс, конфискация, репрессия дегенге көзде санада үйренді. Ассалаумағалейкум, бұл шын тарих. Саяси қуғын-сүргінге ұшырағандардың аса көп болған уақыты 1916 жылдың көтерілісінен бастау алып, ашаршылықпен жалғасып, 1953 жылғы Сталиннің соңғы демімен біткен қудалаумен байланысты. Сол аралықта қазақтың баянды тағдырынан бұрын өлімі алда жүрді. Ашаршылықтан аман қалған, көзі ашық, көкірегі ояу қазақ интеллигенциясынан қауіп көрген билік аяусыз болды. Саяси белсенділерді, өз наразылығын әділетсіз билікке айта білгендердің бәрін халық жауы деп жанұяларымен бірге қудалады. Тіпті қазақтар бір-біріне жасырын өтірік донос жазуға дағдыланып, өздерінің таныс, көрші туыстарының мойындарына қызыл тұсау салды. Елімізде Қарағанды еңбек түзету лагері, Ақмоладағы елін сатқандардың әйелдері атты лагерлер ашылды. Алматының қақ ортасында Дзержинский мен Виноградов көшелерінің қиылысында орналасқан НКВД-ның түрмесі қазір Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ғимараты. Дәл осы жерде талай тағдырға балта шабылып, өмір жолдары үзіліп жатты. Малша жиналған денелерді орап машинаға тиеп, Алматының маңындағы жаңалық елді мекеніне әкеліп, үлкен орға лақтырып көмді. Кейбірлерін осы жерге жалаңай алып келіп, тізерлетіп оққа ұшырды. Бұны осы ауылдың сол кезде кішкентай болған, қазіргі уақытта самайларына ақ түскен ақсақалдары куә. Жап-жас болған қызыл әскер солдаты өз қолымен талай денені шығарып, қара жерге көмген. Сол азаматтар елімізді шарпыған қызыл оттың жалыны басылғаннан кейін тіл қатып, барлығын егжей-тегжей айтқан. Сол денелерді зерттеп барлығының бас сүйегіне тесік, яғни бұлардың бәрі ату жазасына кесілгендер екенін көрсетті. Және де бұл туралы ақпараттар мен құжаттар бәрі сақталған. Қолдары қанға малынған талай азаматтар да, ұрпақтар да арамызда жүр. Қазір жаңалық елді мекенде саяси қуғын-сүргіндерге арнап мұражай және үлкен мемориалдық кешен орын алған. Бұл жерде 4,5 мыңнан астам адам жерленген. Бұл әрине анықталғаны ғана. Қарқынды үй салғаннан кейін біраз сүйектер табылып, тағы біразы құрылыс нышандарының астында қалған. Жыл сайын 31 мамырда осы жерде қисық саясаттың құрбандары болған адамдарға ұлтына, дініне қарамастан ұрпақтарының атына гүл шоқтары қойылып, Құран оқытылып, құрбандық шалынып отырады. Тарихын білмеген тексіз жұртты оята алмаған ұлт ағалары қайтып келмес. Бірақ бізге қалдырған қасиет пен өсиеттерін жадымызда сақтау үшін осы жерге келіп, ұлттық сананың ешқашанда өшпегеніне көз жеткізіп, ұлтымыздың тағдыры әр қазақта екенін түсіну қажет. Қазақ деп өтірік патриот болмайтын арнаға қолдау көрсету үшін тіркеліп кет.